Әйелім қайтып кетіп қалып еді дейді. Қашанға сабыр дейді. Сабыр қаншалықты ұстау керек дейді. Енді былай ғой, мәселе құрғақ қасық ауыз жатады жан. Әйел кішкене вниманияны, әйел мейірімдікті. Мейлі тамақ ақша бере алмай жатқан шығарсың, бірақ ақша беремесең да бесплатный мейірімдік бере аласың ғой. Бесплатный махаббат бере аласың ғой. Бесплатный жылы сөз айта аласың ғой. Біздің көп әйелдердің ренжитіні, не ақша таппайсың, не аузыңнан жылы сөз шықпайды, не сөзін тыңдамайсың, не мейірімдік көрсетпейсің, еще мінезіңді көрсетесің. Бұл қалай? Қарашы, ең болмағанда мінезін көрсетпеші оған. Жарай, тапқаның жоқ. Әйел өзі де таба алады, саған болса алады, бірақ жынды қояншық мінезіңді көрсетпе әйеліңе. Ол сен деп келген адамыңа жынды мінезіңді достарыңа көрсет, жынды мінезіңді көшеге көрсет. Оған көшеге көрсетпейсің. Үйге келесінде жынды қояншығыңды үйге семьяңа аңғыр таяқ ойнатасың. Сонда қалай болады? Енді кетпегенде қайда кетеді о байғұс? Онда өмірі бар. Олда өмір оған 2 рет берілмеген ғой оған. Өмір 1 рет берілген оған. Сол 1 рет өмірді дұрыс өткізу керек шығар олда. Жоқ, сенің әніңе қарап отыра бере ма? Жоқ, ол дұрыс емес. Жарайды, болмай жатыр бүгін, ақша болмай жатыр, жұмыс болмай жатыр, кредит. Ең болмаса мейірімдік көрсетші. Мен ойнап жүрмін ба? Жоқ, ол болмайды. Кішкене өзгер. Ойнап жүрген жоқсың сен, бірақ сен үйде ойна. Кішкене әйеліме қалжыңда ойна, күл, үмітін жалға. Әйелге гүл сияқты ғой, гүлге су құяды. Сен кішкене қара, машина сияқты майла, жақсы сөз сөйле, маңдайын сипа, қолын сүй, көшеге алып шық, паркқа апар. Ақша керек жоқ паркқа. Бесплатный парк бізде былай қазір. Мемлекетіміз парк жасап қойды. Қолынан жетектеп жүр, әйел соны жақсы көреді. Қолынан жетектеп, елдің алдында бейді құшақтап қой мәз болып. Қолыңа көтерсең жарасады. Енді 85 килограммша өліп қаласың, аяғың сынып, белің грыжа болып, геморройың шығып кетпесін. Бірақ қарап көр. Көтере алатын болсаң, көтеріп қуанып сыйласаң, жақсы болады. Әйелге керегі сол. Ал соны істемейсің, еще мінез көрсетесің. Сонда не істеу керек ол? Кетпегенде қайтеді. Жоқ, сен отыру керексің, сен малай болу керексің деп айтайық па? Ол адам ғой ол. Оған өмір 1 рет берілген, түсінесің ба? Сонда ең болмағанда сен деп келген кезде сен жылылықты бере алмасаң, не болады?